Ыбырай Алтынсарин сөз басы. Bir Аллаға сыйынып, кел балалар оқығанды көңілге, ықылас пенен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдынан іздемей ақтарылар. Қазақстандағы алғашқы қазақ мектебі тарихы, қазақ халқының білім алу жолындағы маңызды бетбұрыс. 19 ғасырдың аяғында пайда болған бұл мектептер қазақ балаларының жаңа білім беруде елеулі рөл атқарды. Негізін қалаушылар Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин және де Шоқан Уәлиханов. Қазақ мектептерінде діни білім, орыс тілі, математика, тарих, география сияқты пәндер оқытылған. Бұрында оқулықтар аз болған, соның үшін оқушыларға жетпей қалған. Олар есе қолжазбалардан немесе діни кітаптардан пайдаланылған. Ал жазба құралдары да тапшы болған. Олар есе қалам, қарындаш, сиядан қолданған. Тұрмыстық жағдайы. Оқушылар көбінесе ауылдық жерлерде тұрған. Олар шаруашылықпен айналысқан. Ал мектептері шағын бір бөлмелі болған. Оларға оқу